Айтпай болашақ жоқ демекші. Адамзаттың өткені мен тарихын бізге көрсету мақсатында мұражайлар ұйымдастырылады. Осы орайда назарларыңызға әлемнің ең үздік мұражайларын ұсынамыз. Лувр Париж қаласындағы сәулет ескерткіші өнер мұражайы. Алғаш француз патшаларының сарайы, кейіннен үздік өнер туындыларын сақтайтын мәдениет ордасы ретінде ескі қамал орнына 13-14 ғасырларда тұрғызылған. 17 ғасырдың екінші жартысында Лувр патша сарайы болудан қалып, патшаның жеке көркемсурет коллекциясын сақтау ордасына айналды. 1991 жылы революция конвент декреті негізінде Лувр ұлттық көркемсурет мұражайы мәртебесін алып, 1993 жылы 8 қарашадан бастап халыққа қызмет көрсете бастады. Мұражайдың негізін бұрынғы корольдік мұралар жинағы, сондай-ақ монастырлар мен шіркеулерден және бай әулеттерден жиналған жалпы ұлттық мүддеге қызмет еткен коллекциялар құрады. Лувр экспонаттары Наполеон жаулап алған елдердің қымбат қазыналары мен шетелден сатып алынған өнер туындылары мен түрлі қайырымдылық шаралардан түскен бұйым заттармен толықтырылған. 20 ғасырдың 90 жылдарындағы кескіндеме мен мүсіндеме каталогы бойынша Лувр қоры 30 мыңдай болған. Мұражай жалпы 6 бөлімнен тұрады. Біріншісі шығыс мәдениеті, екіншісі көне Мысыр жәдігерлері, үшіншісі грек-рим жәдігерлері, төртіншісі мүсіндеме, бесіншісі кескіндеме және сурет, алтыншысы қолданбалы безендіру өнері. Лувр мұражайы 2012 жылы жаңа рекорд жаңартқан болатын. Сол туралы нақты айтып кетсем, Лувр 2012 жылы ең көп қонақ келген орын болып тіркелді. Жыл басынан бастап Лувр кассаларында 10 миллион билет сатылған болатын. Бұл дегеніңіз бұдан бұрынғы көрсеткіштен мөлшермен 1 миллионға көп деген сөз. Аңызға айналған мұражайлардың қонағы болып, әлемнің әр түкпірінен адамдар ағылыпты. Енді Лувр мұражайы туралы қызықты 7 факт айта кетсем. Біріншісі, Лувр әлемнің ең үлкен және танымал мұражайларының бірі. Париждің Нотр-Дам немесе Эйфель мұнарасы сияқты символы. Екіншісі, Лувр жыл сайын 10 миллионға дейін өз ой-өрісін кеңейтуге ниет білдірушілерді қабылдай отырып, Париждің ең көрікті орындарының бірі болып табылды. Үшінші, Луврдың осындай танымалдылығының себебі 6 ғасырдан бастап қазіргі уақытқа дейін өз бастауын алатын 380 мың қайталанбас жауһарлар мен антиквариат жиынтығы. Коллекциялардың байлығы бойынша онымен ештеңе салыстырылмайды. Төртінші, Луврдың ауданы 160.106 шаршы метрге бөлінді. Бұл мұражайды айналып өту үшін 3 ай қажет. Бесінші, француз тілінен аударғанда Лувр атауы қасқыр орманы дегенді білдіреді. Сарай бұрынғы аңшылық алқаптарының орнына салынған, сондықтан да осындай атау берілді. Алтыншы, Луврдың ең танымал экспонаттары. Леонардо да Винчи, яғни осы Леонардо да Винчидің әйгілі суреті, Мона Лиза және Венера Милоскаяның мүсіні.
жетінші Луврдың мұражай ретінде ресми ашылуы 1793 жылдың 10 тамызында өтті.